соғысына қатысқан Бауыржан Момышұлы, Мәншүк Мәметова, Әлия Молдағұлова, Мәлік Ғабдуллин, Талғат Бигелдинов және тағы басқа жерлестеріміз аз емес. Ешкім де ұмытылған жоқ, еш нәрседе де ұмыт қалған жоқ. Бұл сөздер мереке кезінде жиі естіледі. Ерікпен қаза тапқан ерлердің ескерткіштерінде бұл сөздер тастан қашалып ойылып жазылған. Ал осы бейбіт өмірге жете алмаған, ерліктен қаза тапқан аталарымыз бен апаларымыздың рухына құрметпен бас иеміз. Фашистік Германия 1941 жылы 22 маусымда соғыс жарияламастан тұтқындалды. КСРО-ға шабуыл жасады. Кеңестік одағының отаны соғыс басталды. Тарихта ұлы отан соғысындай қасиетті соғыс болған емес. Соғыста 27 миллионнан астам кеңес адамы қаза тапты. Соның ішінде 410 мыңы қазақстандықтар болады. Сілкінтіп зеңбіректер жердің жүзін, оқ борап снарядтар қаққанда зін, қаптаған қалың жолдан тайсалмаған, мен көрдім пилоткалы қазақ қызын. Демек өткен солғында, ұмтылмай жатсын кеудеде, соғысты көрген тағдырлар. Жеңістің мәнін ұғасың, бағасын білсең сол күннің, сұрапыл жылдар куәсін, құрметтеп ұрпақ жүргін. Сәулесін шашып түнекке, ысырап жауды жер көктен, қасірет тұнған жүрекке, жеңіс боп келді сол көктен. Бар еді оның салмағы, шаттықтың әсем гүл атты, миллионның ол арманы, миллионды қоса жылатты. Ерлікті жырды бағалар, із қалған өткен жылдарды, жеңіс деп тұрды қалалар, жеңіс деп тұрды қырлар. Бар даланың даңқысын, балауса гүл балғын қыз, жанын қиып халық үшін жанып түскен ақ жұлдыз. Бірге соқсын дүрсілдеп, туған жермен жүрегің, атақ жүрсін есте деп әнге қосып тұр елің. Аямасақ ақылды, не жасармыз біз артық, сенің қырмын жасыңды жүрміз солай ұзартық. Семіп жалауымыз желбіреп, көктем күні нұрын төккен елжіреп, тап осындай бейбіт күнге жеткізген әкелер мен ағалар ғой ержүрек. 1945 жылы 2 мамырда Берлин қаласы алынды және Рейхстаг қабырғасының ең алғашқы болып туын тіккен Рахымжан Қошқарбаев. Мұның алға басар да тарихтан талғын тыңдатты ой, адамдар үшін қашанда жеңістің құны қымбат қой. Екінші дүниежүзілік соғысқа 34 миллион 476 мың адам қатысты. Қан майданға Қазақстанның әрбір 5-ші азаматы аттанды. 601 мың 815 жауынгер елімізге оралған жоқ.